Қазақстан Европалық одақпен өзара қарым-қатынастар. Бірінші, Қазақстан мен Евроодақ. 2000 жыл және 2002 жылдары Брюссельге жасаған Нұрсұлтан Назарбаевтың сапары барысында Қазақстан мен Евроодақ арасындағы өзара іс-қимылдарды реттейтін кеңес ынтымақтастық комитеті құрылды. Евроодақ Қазақстандағы ең үлкен шетелдік инвестор болып табылады. Инвестициялардың үлкен бөлігі табиғи ресурстарды өндіру саласына бағытталған. Келесі, Қазақстан мен Ұлыбритания. Екі ел арасындағы қарым-қатынас Назарбаев пен Тэтчер арасындағы кездесуден бастау алды дейік. 2000 жылы Назарбаев Ұлыбританияға ресми сапармен барады, ал Ұлыбританияның ханшайымы 2-ші Елизавета Бірлескен корольдіктің ең жоғарғы наградасы әулие Михаил мен әулие Георгийдің үлкен крест орденін табыс еткен болатын Назарбаевға. Назарбаев премьер-министр Тони Блэрмен маңызды келіссөздер жүргізді. Ал 2006 жылы қараша айында Назарбаевтың Ұлыбританияға 2-ші рет ресми сапары болған болатын. Қазақстан экономикасына инвестиция құюдан 2-ші орын алып тұрған осы Ұлыбритания. Қазақстанның жерінде 2001 жылы Алматыда Қазақстан-Британ техникалық универі ашылды. 2003 жылы Атырауда Ривер Палас бизнес орталығы ашылды. 2004 жылы Астанада Британ өкілдігінің салтанатты ашылуы болған болатын. Келесі, Қазақстан мен Франция. 1992 жылы Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады Франция. Осы жылы Қазақстанда Франция елшілігі, 1993 жылы Францияда Қазақстан елшілігі ашылды. 1992 жылы Нұрсұлтан Назарбаев Францияға ресми сапармен барды. Ал 1993 жылы Франция президенті Миттеран Қазақстанға ресми сапармен келген болатын. 1995 жылы Франция президенті Жак Ширактың сапармен Қазақстан жеріне келді. 2002 жылы Назарбаевтың Францияға ресми сапармен, 2003 жылы жұмыс сапармен барғандығын білуіміз керек, ол ұбт-ға квалтестқа керек. Келесі, Қазақстан мен Германия. 2007 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың Германияға кезекті ресми сапары өтті. Сапар барысында Назарбаев Германияның жаңа канцлері Ангела Меркельмен басқа да саяси элита өкілдермен және бизнес қауымдастық басшыларымен кездескен болатын. Енді тағы бір айтатынымыз, Германияның Гумбольдт атындағы Берлин университетінде Қазақстан және қазақ тілі дәріс бөлмесі ашылды. Бұл сонымен қандай одақтар? Европалық одақпен өзара қарым-қатынастар.